Баршаңызға жалынды сәлем достар. Сіздермен бірге 101 фильм және бүгін сіздерге 2020 жылғы Удивительные истории атты сериалының 5-ші сериясын қысқаша айтып беретін боламын. Достар, біздің топқа фильмге қысқаша сценарий жазатын адам керек. Егер де бұл ұсыныс сізге қызықты болса, маған телеграмға жазсаңыз болады. Телеграм описанияда көрсетілген, сол жерде талаптармен таныстыра кетемін. Через что? Проще говоря, лейтенант, вы переместились в будущее. Мэри атты әйел күйеуі қайтыс болған соң, өзінің баласы Элайджамен бірге бүкіл Американы шарлап жаңа қоныс іздеп жүр. Мэри үшін бұл жағдай өте ауыр тиді. Сондықтан ол Калифорнияға көшпекші екен. Ал баласы Индианада қалатын болды. Бір кезде белгісіз энергия көліктің терезесін шаққанда, алдарынан екінші дүниежүзілік соғыстағы ұшақ жерге құлайды. Тез арада құтқару қызметіне хабарласқан Мэри кабинаға қараса, іште адам отыр. Қуанышқа орай ескі фотографияға жабысқан пилотты әйел құтқарып үлгерді. Айналасына жалтақтап қараған жас жігіт не болып кеткенін түсінбей, өзінің лауазымы мен есімін атайды. Лейтенант Теодордың айтуынша, ол жаңа ғана Бирмада шайқас алаңында болған. Бір кезде жігіт Дейтон деген жазуды көргенде бәрін түсінеді. Дейтон аумағы бірнеше минут алдын Теодор соғысқан алаң. Осыған қарағанда ол болашаққа тап болса керек. Жігітті емханаға әкелген Мэриді іште жергілікті шериф Паркер күтіп тұр. Мэри оған бәрін толықтай айтып берсе де, шерифтің оған сенетін түрі жоқ. Бірақ та Элайджаға төбеден түскен лейтенанттың оқиғасы қызық секілді көрінді. Жас бала палатаға білдіртпей кіргенде Теодор да оянып кетеді. Пилот не үшін адамдар оны күзетіп жүргенін және қалай Брэдфорд қаласына тап болғанын түсінер емес. Жігіт баланың күмәнданып тұрғанын көргенде, оған алдыңғы ғасырдың 30-шы жылдарындағы шоколадты көрсетеді. Әйелі ұшардан алдын сәттілік ретінде қалтасына салып жіберген екен. Пациент оянғанын көрген полицейлер палатаға кірмекші. Ал Теодор жас балаға тез арада шериф Симмонсты табуын өтінеді. Осыдан кейін жігіт терең ұйқыға кеткен болатын. Элайджа әр минут сайын пилоттың сөздеріне сене бастайды. Ал Мэридің ойынша Теодордың есі ауысқан болуы мүмкін. Бірақ сонда да баласының көңілі үшін полиция учаскесіне баруға келіседі. Осы кезде апат орнына Билл бастаған ФБР қызметшілері жиналуда. Билл жолды жауып, тез арада Теодорды алып келулерін бұйырады. Полиция учаскесіне келген Мэри, шериф Симмонс жайлы сұрағанымен, ондай адам бұл қалада жоқ болып шықты. Сонда Элайджа шкафтағы 1938 жылғы суреттен Теодорды көріп, суретті өзімен алып кеткен еді. Ал бұны көрген Мэри өз көзіне өзі сенер емес. Теодор сырттан көптеген әскерлерді көргенде бірінші дәрігерді ұйықтатып, өзінің киімін алған соң федералдардың көзінше емханадан шыққан болатын. Айналасына қараған пилот заманның қатты дамығанын түсініп, белгісіз көлікке отырмақшы. Бірақ та оны федералдар байқағанда, жігіт мотоциклді егесінен тартып алған еді. Билл апат болған жерде басқару ісін жүргізуде. Қызметкерлердің біреуі бастықтан, егерде Теодор бұрынғы заманға қайтып оралмаса, не болады деп сұрайды. Бірақ та Биллдің бұл сұраққа жауап беретін түрі жоқ. Жолда Мэридің көлігі бұзылып, екеуі біраз демалуды шешті. Анасы шығып кеткенде, Элайджа өзінің Индиана мектебінде қалатыны жайлы қағазды тауып алады. Және бұл бала үшін өте ауыр тисе керек. Ал анасы баласы үшін тек жақсы өмір тілейді екен. Мэри шоссеге шыққанда күтпеген жерден Теодор мотоциклмен көлікке соғыла жаздайды. Элайджа пилотпен екінші рет кездескенде, бұның тағдыр екенін түсініп, анасына Теодорды үйге жеткізіп салуын өтінеді. Теодор өзінің әйелі Полинаны іздемекші. Бірақ та үйге келсе, іште тек күтуші ғана жүр. Күтушінің айтуынша, Полина қазір келуі мүмкін. Сонда жігіт тамнан әйелінің басқа жігітпен және басқа балалармен фотоларын көріп, әйелінің жаңа өмір бастағанын түсінеді. Мэри болса интернеттен кезінде Теодордың Бирмада жаудан қашып бара жатқанда қайтыс болғанын көреді. Үшеуін полиция штат бойынша іздеуге салыпты, ал үйді әскерлер қоршауға алуда. Биллдің айтуынша, Теодор уақыт өлшемі арқылы болашаққа тап болған екен. Енді Билл оның өткен шаққа қайта оралуын ұсынады. Сонда жігітті Элайджа тоқтатып, бұрынғы заманда қалай қайтыс болғанын көрсеткен еді. Осылай екеуі көлікке отырып федералдан қашуды шешті. Бірақ та жол ортасында көліктің дөңгелегі жарылғанда, екеуі ары қарай не істейтіндерін білмей тұр.
Теодор болашақта оған орын жоқ екенін түсінуде. Егер бұрынғы заманға қайта оралса, онда өліп қалуы мүмкін. Элайджа пилотты өзінің әкесіне ұқсатады екен. Сондықтан бала оған көмектесуге талпынып жүр. Бір кезде жас бала оған өмірін сақтап қалу үшін қорғауыш сауыт киюді ұсынады. Осылай Теодор атылған оқтардан аман қалып, кәрілікті Полинамен бірге өткізсе болады. Теодор өзінің болашаққа бекерден бекер келмегенін түсінуде. Өйткені бұл жігіттің аман қалуға деген екінші мүмкіндігі. Көп замай Элайджа жігіттен Полинамен не үшін қазір кезіккісі келмейтінін сұрайды. Сонда Теодордың айтуынша, кезінде Полина екеуінде махаббат клевері болған екен. Бірақ та бірнеше сағат бұрын олар үйде болғанда, жігіт клеверді табалмай қойыпты. Осыған қарағанда Полина оны мәңгіге ұмытса керек. Осы кезде Билл Мэридің сеніміне кіру арқылы қашқындарды қолға түсірмекші. Олардың айтуынша, федералдар табиғат күшіне қарсы тұрса да, порталдың күтпеген жерден пайда болатын қасиеті бар. Көп замай Элайджа мен Теодорды әскерлер қоршауға алды. Егерде федерал Теодорды барлық қару-жарақпен қамтамасыз етсе, пилот өткен шаққа оралуға дайын екен. Бірақ та Мэридің айтуынша, пилот өткен шақта аман қалса, бұл тағдыр заңдылығын бұзуы мүмкін. Мэридің ойынша, пилоттың осыншама жылдан кейін үйінің қасынан пайда болуы кездейсоқ емес. Оған тез арада Полинаға бару керек. Осылай үйіне келген Теодор кетерден алдын қоштаспағаны үшін әйелінен кешірім сұрап, оны қатты жақсы көретіндігін мойындайды. Сонда Полина алқасында сақтап жүрген клеверді көрсеткен еді. Екеуі біраз билеп болған соң, Теодор қазіргі Полинамен мәңгіге қоштасты. Жігіт Элайджаға алғысын білдірген соң, Мэриді сөзге тартады. Жігіттің ойынша, Мэри баланы тастаймын деп үлкен қателік жасауда. Сондықтан оған біраз ойланған жөн. Енді өзінің болашаққа бекер келмегенін түсінген Теодор бәрімен қоштасуда. Осылай жігіт тағдырға қарсы шықпайын деп Полинаның суретін ұстап, портал жабылмас бұрын кіріп үлгерген болатын. Әлем қауіпсіз болып қала берді, ал Мэри мен Элайджа бірге Калифорнияға жол тартты. Осымен «Удивительные истории» атты сериалының 5-ші сериясы аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.